Бүгін бізде 29 апрель. Осы машинаны шығарғанбыз. Ол машинаны менің артына кіріп кеткен, фураның артына кіріп кеткен, тура стойкадан ұрған. Оның үсті жағын қарайтын болсақ, крыша жағы да кетіп қалған. Сол бізге сәл қиындау болып тұр. Бұл запчасть табу қиын екен. Бұл машина өзіміздің былай айтқанда Corolla ғой, Corolla. 2014 та бұл, 2014 шыққан. Оның алып келген Land Rover тура осы жерден болып тұр ғой. Оның майысқан жері мынау үсті жағы болып тұр. Мына жері ашылып кеткен болып тұр. И плюс мынау жері кеткен болып тұр. Балғойның асты ше. Есіктері енді по-любому ол келмейді. Есіктері шалып кеткен. Өйткені удар такой мощный болған. Оны қазір біз бұны не деп ойлап жатырмыз? Үстіндегі чашкасын ауыстыруға Land Rover'ның даже болса өзін қалдыру керек болады. Мына Land Rover'ның передний ал жағы кетіп қалған. И мына жері кетіп қалған. И мына жері кетіп қалған. Екі жері кетіп қалған. Мынау келетін болса ары шеті өзі келеді. Өйткені қатты тарту керек. Мына алдыңғы частының телевизорының ал жағы жоқ, жолып кеткен. Алып келген телевизорда не машинаныкі түсінбедім. Бұдан кейінгісінікі ма телевизоры бір-біріне ұқсастығы бар екен. Бірақ қаншалықты келеді, қаншалықты келмейді білмейміз. Бұны ауыстыратын нәрселеріміз. Қараңыздар, жігіттер. Петлясының қайырылып вообще жарамсыз болып кеткен. Ол по-любому ауысады, өйткені передний крыломен алдындағы телевизор и ананы тұрлау керек. Қай жерге дейін тұрлай білеміз, көреміз оны. Енді қазір бұл жерде біз байқағанымыз алдындағы балкасының тура осы жерге кетіп қалған. Балкасын передний балка, енді балка деп есептелінеді. Негізі основной балкасы мұны болады. Алдына передний дейін ма, қандай өзі ұстап тұратын. Бұл негізі балка моторын ұстап тұратын. Моторның сондай ударда подушкасын майыстыры жерден өздеріңіз көрген болсаңыздар, оң жаққа кетіп қалған. Онда енді көреміз, енді негізі проблема нәрсе емес, мынау тұрлауға болады. Енді мынау 4 бүрші, 3 бүрші болып қалған. Оны тұрлау керек. Короче, бұл жерде удар такой мощный удар болған. Основной ударының сол стойка алған. Енді ана крышасын айтпай қойсың ба, крышасын жақындатып көрсететін болса, артындағы мен алдын еген салыстыратын болса, көтеріліп кеткен жету. Сол үшін біз оны бірінші очередь алдындағы амортизаторларын шешеміз да, сосын үстіндегі несімен чашкасымен стойканы ары шеттен бері өзіміздің бұрынғы резьбовой домкраттын қоятын боламыз. Аның ішінде тұр. Одан кейін алдыңғы жағына сөйтіп алатын боламыз. Бұл жерде деформация стойкаға да болған, центральный стойка, основной удар передний стойканы. Бұның бәрі удардан не үшін бұл мынандай майсада, өйткені мынау стойка артқы жағға кетіп қалғандығы үшін солай жиналып қалатын болады. Ары шеті ондай емес, өйткені ары шеті өзінің орнында тұр. Енді основной бергі шеті, сол үшін біз мынаны келтіруіміз керек. Бұл жерге менің саусағым емес, тура тілінің басында сүйіп кетеді деп ойлаймын. Бұл жерде қазір шынымен қиын болып жатқан жері бізге тура осы жерінің өзін келтіру керек болып тұр. И мынау жерінің өзін келтіру керек болып тұр. Крышасын көріп тұрса қандай болып. Көреміз, крышасы қалай келеді, қаншалықты келетінін. Бірақ ең қиыны осы болып тұр. Өйткені ұсталар көріп тұрған болса, өздері біледі қаншалықты қиын удар болғаны үшін, ол біздің қинап тұрғаны үшін видеоға түсіріп тұрған жеріміз бар. Енді бұл жерде мынау телевизор по-любому алынады үстіндегі. Енді оны біз бұрыннан ауыстырып жүрген ана сыртта тұрған Чанган машинамыз бар ғой. Тура сол сияқты үстіндегі чашкасын отдельно ауыстырамыз ау деп ойлаймыз. Өйткені қазір бұның өзі Land Rover левый жаққа кетіп қалған екеуі де. Тура мынау ортадан центрден көретін болсаңыздар, мына қолына мынауға жақын болып тұр. Мынаға емес, мына центрі. Көріп тұрсыздар? Мына екеуінің арақашықтығы, несі, размері келмейді мына дәлше. Оны тартуымыз керек. Мына биіктігін өлшеміз керек. Мына көтеріліп кеткен. Мынада да бар. Шамалы деформация, оны да істеу керек. Үсті жағын өзіне кетіру керек. Короче, бұның жұмысы өзіне жетерлік. Бұл жерде зазор кетіп қалған зазорлар бәрі жақсы болып тұр. Законды болып тұр енді. Бұл жерде кетпейін. Бұл жерде порога да кетіп тұр. Порога енді последний попытка істейтін боламыз. Моторист моторын алған кезде, ойбай, қиын деді ғой. Мына қараңыздар. Катализатор қалай мощный тұр. Сөйтіп хозяинға айтсам, катализаторын сатып жіберейік те дейді. Не деген адамдар бар. Бұны двойной катализатор ма деймін да, өйткені арғы шетінде қараңыздар. Гүлшайымыз катализатор сияқты болып тұр. Мен білмедім. Тура катализатор сияқты болып тұр. Жұрттарға айтамын да, мен інім Кореядан капета келтірді. Мен катализатор ішінде бар ма екен? Жоқ екен. Жоқ. Сөйтіп машина жақсартпады, катализаторын сатып жіберді 30 мыңға, 25 мыңға Toyotаның катализаторын сатып алды тура осылай. Қайтып өзінікін салып бердім. Короче, Toyotаныкін Кияға салып бердім. Негізі катализаторсыз болмайды. Оны ақ қойған ұсталар болсын, ходовщиктер болсын, бәрі уры, короче, ор закондар. Жарамайтын нәрсені темірге тастап жібереміз. Оның өзі негізі сұралу керек. Бірақ та құдайға шүкір біздің Қазақстан халқы да өзі де бай бәрі. Оны майда шүйден нәрсеге мелочок кеткісі келмейді. Лейбі таза істеу керек, тура істеу керек болды. Бар жауы сол. Бұл қараңыздар, мынау байқап қалған петлясы жұлып кетіп қалған петлясын. Енді удар зор болған, удар не екен удар болған, мынау удар мен айта алмаймын. Бірақ осының бүгін құдай қаласа 29-да істеуіміз керек.
Короче, мынадан шешілген жоқ. Өйткені тырышып жатқанбыз. Короче, как его деймін, босататын менің айналайыным тиіп қалды ма арт, короче. Артып қоямын. Соны оны өзіміздің простой көшіме шешеміз. Өйткені мына шарабойды ауысу керек. Вообще ойнап тұр. Мынаныкінің ішіне суда кіріп кеткен, бірақ айдой қатты. Солдатикіде қатты болып тұр. Оны силикон сапасымен бірге шешіп алдық. Силикон осылай қылып салатын боламыз. Өйткені оны босаттық. Бізге мешет етеді бұл. Қазір енді ананың бәрін шап тастаймыз. Ананың бәрін жинаймыз. Жұмыс бастаймыз. Осы басталуы қиын да. Қараңыздар. Қанша артта жатыр, анау арғы шеті мына жерде тұр. Мынаның дың болғанда шатараң көтеріп жерген ғой. Көтерінің зат. Көпет. Алдын стойка бар ғой, соны мына жеріне келтіру үшін ішкі жағының қатты жерінен домкрат қойдық. Енді мына келу үшін бізге мына бұрыштан алуымыз керек, бұрышқа. Ондай болмайды, тартуға болмайды дейтіндер. Ол 17 жыл болды ау, одан аспаса. 17 жылдан беріп істеп жатқан тірлігімізді біз білеміз ғой. Сейчас қалай орнына почти келіп қалды. Енді көреміз ғой, мына шеттен домкраатын қоямыз, чтобы мынаны өзін түсіру үшін. Бұл жерде мынадан тарту керек десеңіздер, ол разницасы жоқ. Қай жерден қалай тартсаңыздар да келе береді. Лежіп өзінің точкасын тапсаңыздар болды. Бар жауы сол. Тек қана енді қазір мына жері қанша ашылды мына. Енді қисайып тұрған жер. Ұрған жоқ ма әлі? Бірақ страшно блайндан болып тұр еді, тұрынып қалды. Ұрса тұрланады. Мына кувалдамен мына жерге ұрдым. Ұрғаным ол ана кішкене болса поддержка тұрынып беруге. Жоғарыдан астына қоямыз. Астына түсіру үшін. Мына стойкасы тағы да бар. Мына жерін қыздырғанымыз бар. Қараңыздар. Қаншама қисықтаған. Ар шеттен көретін болсақ. Так, бесетінен олай көрініп отыр. Мына. Көрдіңіздер ме? Жоғарында әлі іште тұр. Енді қазір біз алдын өлшедім. Ровно 6 сантиметр. 6 сантиметр қисық. Қисық болғанда солға қарай бері қарай кетіп қалған. Соны өзінің орнына келтіру керек. Бірінші 113 приблизительно. Қазір 113 болғанда 51. 51-де болу керек. Бұл 57-де болып тұр. Мына. Көрдіңіздер ме? 57-де болып тұр. Соны біз 51-ге әкелу керек. Ортасын 51-ге әкелу керек. Мұны майысқаны кейін тұрлаймыз. Бәрі көрініп тұр. Мұна да бері қарай, мұнасында ары қарай кетіп қалған мұна. Ортасы да негізі былай қарай болу керек. Тура осы метр сияқты болу керек. Былайна кетіп қалған. Осылай қылып істейтін боламыз. Қазір бірінші очередь тартамыз сосын, құдай қаласа. Сосын кейін барып тағы клишаға кірісетін боламыз. Кеше целыйдан осыны істедік. Келген сол болды. Мұның зазор не жабысып қалған еді, мына екеуі бір-біріне. Ашылды ау. Енді бізге центральный стойка кішкене көтеріліп, мынаны түсіру керек болып тұр. Қазір мынаны түсіру үшін біз былайынан қойдық. Көбірек стойканы артқа қарай кеткізіп жатыр. Мына зазор қалмай жатыр. Сол үшін қазір алдын тартып болғаннан кейін бір домкратмен лонжерондан или болмаса мынаны өзінен тартамыз. Жоғары жағына бері қарай әкелмеу үшін мынадан домкрат қоятын боламыз. Болмаса короче, 1,5 сантиметр қалды, сол 1,5 сантиметр келу керек. 103 болса 50-1,5 болу керек. 50-1,5 болса, қазір 50-де тұр. 1,5 сантиметр келу керек, короче. 7 сантиметр деді. 5,5 сантиметр ары барды. Енді лонжеронның өзінен тартып алып келетін боламыз. Өйткені астымен келу керек негізі. Енді астының өзін келтіреміз, көреміз. Екеуді келу керек. Астымен өзі кетіп қалған десек, бұл жерде де 108 болса, 8-ден асып тұр екен. 108,5. Ортасы 54-ден асып тұру керек, 4,5-ға жетпей. Бұл жерде де тура 1 сантиметр, 1,5 сантиметр, 1 сантиметр екен. Жарты миллиметр, 2,5 миллиметр болу керек. Так, 2,5 миллиметр болса, 4-ті 2,5 миллиметр болу керек. Почти 1 сантиметрден сәл асама. Астының өзі үсті 1,5 сантиметр. Асты 1 сантыда 2,5 миллиметр келу керек. Неге оны дейтін болса, мынаусы бар ғой, перегородка ортында.
сол өзі көбірек кетуі мүмкін жоғарыға қарағанда. Поддельный тартамыз құдай қаласа. Болса балконда поддельный тартамыз, не енді лонжеронда. Самое главное, тіп түзу болса болды бізге. Сверлить қойдық, полный, короче. Ананы вообще чашкасымен бірге алып тастаймыз. Лонжерон қалады. Ана лонжеронды салатын боламыз. Енді тұр, сол лонжеронды салатын боламыз. Енді бізде распаковка дейді. Екі нәрсе бар. Пиндуштың деген, қазір сіздерге көрсетіп өтетін боламыз. Распаковкамыз басталды мына. Үйде не көп, канцеляр көп та, бірақ таппай қаласың кейбіреуде. Таппай қаласың кейбіреуде. Бұл не дейміз? Ол очки ғой? Женский очки. Шатасып кетті ау. Ол емес еді бірақ. Так. Бізге мынаны көрейік. Біреуінің очкисы қаяқтан кетіп қалды. Түсінбеймін. Осылай. Бірақ та бұны осы қайырылып қалғаны бар еді, жоқ қой. Мынау жоғарысында қалады. Скакол дейді. Спотерға. Мощный екен бірақ. Мощный екен. Короче, мына мұштан домалағын алатын. Қазір жоқ қой деп тұр едім. Екеуі де кетті. Мынаны алып, мынаны қатырамыз орнына. Қай жерлеріне қазір мен сіздерге түсіндіремін бұны. Так, например, мынандай жерлеріне алуға жақсы мына. Мына бұрыштарына, овальный болып келген жерлер бар ғой. Соны алуға жақсы, короче. Точно келеді да. Мынада, мына қиғаш жерлеріне, например, мынандай жеріне, қиғаш жері бар ғой, мына. Точно түседі да. Мынаның арасында шығар екен. Мынада былай тұратын болса, мынада былай тұрады. Мына. Қазір ананы салып көрейін. Так. Например, мына жетпейді аняқа. Еш шығарғанда да дұрыс шығарамайды жеткенде де. Мына зат зор зат екен. Точно, короче, мощный шығарады екен. Угол да, уголдарды мынандай жерлеріне шығаруға вообще зор нәрсе екен. Бұрыштар. Не керегі бар? Мынандай келмейтін жерлері болса істетуге болады. А так, көріңіздер. Четкий екен бірақ көрініп тұр. Мощный екен. Көріңіздер ма? Заказ етсеңіздер болады. Нешеге алдым оны? Есімнен шығып тұр. Бірақ арзан алдым. Короче, алды телевизоры нестандартный, короче. Өлшеймін. Жоғары жағы айтайық. Осындай кезде ілінбей кетеді. 24-тің астына ұрып тұр. 24-тің астына ұрып тұр. Оны бешетін көреміз. Ой, осылай. Мына қараңыздар. 24-тің ана астында еді, ол 24-тің үсті жағы, 2-нің үсті болып тұр. Дұрыс па? Мына. Енді мына шетіне жүйік. 6-ны ұрып тұр. Берің шеті 6,5 почти. Көрдіңіздер ма? Сонда 24-тің асты болса, анан 24-тің үсті болады. Мынау мен мынаның разницасы неше болып тұр? Жарты сантиметр болып тұр. Бірақ астынан өлшейтін болсақ, 32,5 тұр. Yani molda 32,5 жетпейді ғой.
Üstünden. Yok. Qancha? 1 mm жетпей тұр. 1 мм болғанда 1 мм болғанда яғни бесет. 32 жарым 1 мм жетпей тұр. Бұл шеті. Так. 32 жарымдан 32 жарым, короче. Сонда 1 мм. Асты почти точно болып тұр. Үсті жарты сантиметр. Ай, жарты сантиметр ма? Мәселен ойнап тұр. Шет картеген сай адам есінен қалар деген рас емес. Ал, осындай. Жарты сантиметр үсті жағы. Точносын қазір. 24. Басымса. 24. Үстін сонда қараңыздар. Мұна жерін не то вальт еткен ба? Үстіне 50 мм разница ойнап тұр да. Тағы несін байқадым. Так. Мыналарның тескен жерлерін точно. Тағы несін байқаған едім қазір. Так. Мынау вальт етілген бәлесі екі түрлі болып тұр да. Мынаныкі мен мынаныкі. И өзінің роднойда мынау үші жоғарыда тұр. Алып тастап қайт жоғарыға вальт етуің керек болып тұр. Мынандай. Тағы бір деңгесі бар еді. Вообще ұмытып қалдым. Қазір осыны вальт етіп алақ. Мына жерден регулировка болады екен екі шетінде. Бірақ ол мынауға вообще разницасы жоқ жоғары пәсіне. Мына екеуінің размері екі түрлі болып тұр. Короче, мен түсінім бойынша. Енді білмеймін қазір. Көздерінің алдында өлшеп көреміз. Короче, 56. Яғни былайын алсақ 56 жарым болып тұр. Яғни мына 56 жарым. Метр 56 жарым. Сондай метр болды. Бұнда анасы кемей тұр. Анасы кемей тұр ма? Сантиметр болып тұр. Есептеп еп кейбірден жымды болып кетіп. 6 жарым сантиметр болып тұр мұны. Жарты сантиметр ананың границасы бар екен да құлағында. Не ондай екен түсініксіз болып тұр. Атак лонжеронның биіктіктері бәрі точно орнында болып тұр. Лазером атым болсақ. Мақсат көреміз да. Или мына құлақтың үсті жағы ұзын болған. Или мынаның кішкене қысқа болған. Сондай бірдеңе. Бірақ қалғаны 0-0 шықты. Қазір асты по уровеньде, мысалы лонжерон биіктік пәсіне қарағанда 1 мм разница ойнап тұр. Ештеңе қылмайды ол. Ал мұны жарты сантиметр ойнап тұр. Оны біз турламайтын боламыз. Өйткені фарасы орнына келетін болса болды. Бұл сварка заводскойдан болып тұр. Ешбір мынау радиаторның тұратын жері 0-ге келіп тұр. Жеке лонжерон 0-ге келіп тұр. Мынауның астының үсті бірдей екен, екеуі де 0-ге келіп тұр. Екеуінде разница бар деп едім, жоқ екен. Енді тек қана осы екі ушкасында болып тұр. Оны бар кете береміз, разницасы жоқ. Короче, вальт етіп тастадым. Мына орнында. Болды, короче, осылай ұстайды өзі. Енді ана швелер қоятын жерлері. Мынау смет болды. Енді біз мына телевизорын қатыратын болсақ, ар шетіне вальт етемін. Бер шеті кішкене пәстер болып тұр, көтеруім керек. И плюс есігі астына қарай түсіп тұр. Ар шетін көтеретін болса, мұны тағы да түседі. Кішкене қайдан тұр екен болды. Оны тұрлау жере саламыз. Бұның петлясынан тұрлаймыз. Бұл жерде тек қана регулировка. Тіліміз келмейді айта береміз. Қалған заттары, қалған нәрсесі бәрі как болады қалса. Уровеньде тұр. Оны істеп болған жерлеріміз. Бұл жерде шашкісіне ғана ана жерден ауыстырдық. Жерін тачит ететін боламыз. Мұнадағы орында кіле сүртіледі. Специально жерден ауыстырдық. Өйткені мына жерде қалған. Мына сияқты герметик болады. Әбден шоткілеп тастаған заводта бізде тура солай шоткілеп тастайды балдар әдемеп. Өзінің бұрынғы сызығына қатырайын десем, мына иіліп кетті ішіндегісі жота. Ішіндегісі нашағау. Ішіндегі жабысып тұр. Мысалы, мынаның арасында екеуінде шел болатын болса, ұры жерге болады да. Мына үшінде бар мына кішкене. Мына жерде мына бұрынғы ізіне түсу керек. Ол да бұрынғы ізіне түскен жоқ, короче. Қазір соны түсіру әрекет жасаймыз енді. Өзіне бәрі түскен жоқ.
Мына астына қарай түсіп кетіп жатыр. Мына астынан. Мына үстіне ұрдық та, астын көтеріп тұрмын. По-любому орнына келмей жатыр. Өйткені осы астындағысы жібермей жатыр. Сәл қисық та мынау. Сәл қисық варит етілген ба? Ата келу керек. По идее, мощный болып келу керек. Қытай есқытай енді разница береді. Қолымыздан кейін мына жерін қисық варит қойды. Мына іші жағының сызығын көрдіңіздер ма? Бүйтіп жоғары қылатын болсақ. Мына жоқ болып жатыр да. Мына үш көрініп тұр, көрдіңіздер ма? Мына. Под лицо болу керек. Мына сияқты мынауды көрініп тұру керек. Мынаны сәл былайынан қылып варит ету керек еді. Енді ондай нәрсе майда шеруге қарамайды. Өйткені бұл да рол ойнап жатқан жері жоқ. Бәрі өзінің орнына кесе деп айтамыз да. Мынаның іші жағы мына. Мынанікі законды келіп тұр мына. Мынанікі шанындай болып кеткен. Енді көреміз. Мына жерде бір болт бар екен. Соныкі ме екен мынау. Енді оны босатып көреміз. Бұл телевизорны келген ғой. Қараңыздар, соншама адам бас айналып қалды деген да. Телевизорны келген. Бәрі законды келді келуге. Бәрі мен өзім айтып жатқан мына ізіне түссе да. Өйткені мынаның телевизорның қазір разницасын көрсетемін. Бұл өзінің родной емес мынау. Роднойын қазір алып тұрып көрсетемін сіздерге. Мына разницасы. Мынау да негізі ауыстырылған. Оны мен былтыр істеп бергем ал жағын. Ауыстырғанбыз да. Ауыстырғанбыз. Бірақ бұл өзінің машинаның роднойы. Өздік. Енді бұны білмеймін. Ненікі мынауның машина или жаңа жылына разницасы бар ма? Оны өзі де білген жоқ. Қараңыздар. Бұл жерде мына темірдің асты жағында тұр мына. Бір саусақ сыйып тұр. Мынау шетте ондай емес те, наоборот үсті жағында. Мына асты жағында емес, үсті жағында. Сонда біз мынаны алып, мынаны варит етуіміз керек. Тура осы жерлерге. Сонда разницасын көрсетіп берейін. Мына қараңыздар. Мынау нәрсе сыртта тұр. Ананікі ішкі жағында тұр. Көрдіңіздер ма? Ішкі жағына варит етілген. Мынанікі сыртқы жағында, жоғары жақта мына жерге варит етілген да. Мына темірдің почти қарама-қарсы, мынанікі астында, ананікі үстінде. Енді мен ойлаймын, содан болып жатыр ма деп қоямын. Өзінің родной болмағаны үшін мына жері жақсы келмей тұр. Алдыңғысында істегенде 0-0 болып келген. Бірақ мынау кемеді деген, ол күзіп кемеді деген емес. Түсінтіп жатырмын да. Ертең комментарияда ой, байшакен, анау ойда кішкентай бір миллиметр кемей қалды деген мәселе емес. Бірақ енді кемей жатыр. Мынада да тура сондай. Мына майысып кеткен нәрсесі жоғарыда. Мынаның жоғарында еш бәле жоқ. Осы жерге варит ету керек. Мына астындағы қара бәлесі кемейді осы майысып жатыр. Тем более новый майысып тұр. Мынанікі үсті жағында, мынанікі ана артында тесік бар екен, үлкен тесік. Мына тесік. Осы тесіктің орнына мынау келу керек. Түсінікті ма? Мынау артында тесік. Соның қарама-қарсысында варит ететін боламыз да, астынан алып тастаймыз. Бәрі ұқсайды. Бірақ өзінікі емес. Неғып өзінікі емес, білмеймін. Қалай берді, не берді. Көрдіңіздер, мынаны сүйреліп кетеміз да, алып тастаймыз мынаны. Ананың жоғарысына варит етеміз. Мынау керек зат қой. Өйткені ол фара келіп киіледі. Мынаның асты жағына киіледі, ол фара дұрыс келмейді ол. Сол үшін қазір осыны аламыз да, соған варит ететін боламыз. Ол разницасы сода. Біз крыласын қоямыз. Разницасын көрдіңіздер. Крыласын қойып қояқ орнына. Бер шет сонда бітеді да. Ары шетін істейтін болам. Ары шетін бітірсем, сөйтіп мына жерін кішкене тұрлап, мына жерін спотермен тұрлап шығарып беруім керек. Үсті жағын спотерді тұрлап беруім керек. Зазорлары бәрі четко отыр. Есігін қойып қойдық. Крылас есігі деп. Короче, мына болмайды. Енді жоқ, амал жоқ. Оригинал жоқ дейді. Осы машиналарын соятын адамдарға айтамын да, TikTokқа шығарып қойыңыздаршы, бүйтіп көріп балдар алсын. Таппай жатырмыз. Мына ланжеронның өзін зорға тауып алып келді. Мына жерден кесілген ұша ланжерон ұрылған, мынау майысып жатқан еді. Сол үшін мына роднойын өзін қалдырдық. Сол үшін мынау чашкасын өзін салдық. Деформация мынада бар, деформация стойкада бар. По-моему, крышасы кетіп қалған. Мынау үстіндегі несі ішіне қарай жатып қалған. Киемейді бұл бәле. Астының бұл негізі нөлге келтіріп кейін сварып беру керек. Қиын болды да, оның чашкасын варит етіп, былайынан варит еттім да. Мынандайына да келмейді, короче, лавой қысылып қалған. Онысын точно варит еткем, арасы кішкене ашық болды. Оны жаптым да, варит етіп, мынаны қайттан жырып, ешаға. Одан кейін жоғарыға көтердім. Мыжылып қалған осы жерден ана центральный стойка жақтан ұрылған ба бірдеңе. Короче, не болса да мынау стойка кетіп қалған ғой. Жаман қиынады, бірақ ешак. Қаным қайнап. Мына жерден варит еттім. Ішкі жағын кескен жоқ. Мынаның өзі заводской жерден алып, қалғаны бәрі по контактына ауыстырдым. Мына жеріне ауыстырдық енді, амал жоқ. Мынау крышасын әкелген жері тура осы жерден алып келген. Мынау мыжылып қалған, мынаның өзі келген жоқ. 1 сантиметр қосып, алдыңғы өзінің ескі іші қалған еді, міне қазір. Мына содан кесіп сөйтіп варит еттік. Кішкене варит етіп қойдым. Енді үйде бір тесік ғана кішкене разница беріп тұр. Оны орнына қоятын боламыз. Атак машина законды келді деп ойлаймын. Ойламаймын, законды келді. Шаршатты шоуша осы. Өйткені жұмысы бар да, әжептәуір. Мына шетін тұрлауымыз керек, мынаны тұрлауымыз керек. Мына алтын бенкс болып кеткен. Черный маза. Петлясын қоятын боламыз. Есігін тұрлаймыз. Так, міне, қазір сіздерге тағы бір астына түсіп кетті, қазір ашайын. Біздің ямамыз ша. Рахат қой. Салқын қой, салқын. Міне. Машинаның асты тап-таза екен.
Машинасының асты тап-таза екен. Мінілетін машина екен. Сатылатын емес. Так, қараңыздар, сіздерге просто видеоны өшірмей тұрып көрсетіп жатқан жерім бар. Бұл білесіздер, телевизордың үстінде мынандай жерінде тұратын автомат. Алып келген Королланікі деп. Мынаның ішкі жағында мына капот тірейтін нәрсесі мына ішкі жағында тұр. Көрдіңіздер ме? Отдельный. Мұны балеті ондайды жоқ, мына тесік қойып қойған, осы тесікке тығып қояды. Болды. Бұл ондай тесік жоқ мына. Тек қана осы тұратын. Енді айтатын болсаңыздар, мына европес, ана американец деп, онысын мен екеуін салыстырып көрген жоқпын. Бірақ штамповкада мынаны қараңыздар. Не деген қайырған ғой. Шығып кеткен. Мынада ондай зікіп жоқ мына. Конкретно қайырылған мына. Мынаны білмеймін, неде қайырған мына. Ұштарының бәрін көріп отырсыздар ма? Страшно болып жатыр. Енді жоқ қой, жоқ. Енді бар шығар, енді жоқ деп келеді. Оны тауып келгені мына осы болып тұр. Мына өзі майыс тұрса да, бірақ ондай нәрсе жоқ та мына көрінбейді мына. Тап-таза болып тұр. Мұның заты зор болып қалды. Бұл не сверлоның өткірлейтін. Қачтатымыз. Бір қолмен съемка жасаймыз, бір қолмен аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Алмасын короче. Осындай қатты баспай, жайлап айналдырып отырамыз. Сосын үстіне салынатын жері бар. Онда кішкене ары жері ойнап тұрады. Енді регулировкасы көп бұны. Шunu қалай көрсетсем болады қазір етеміз. Өлшеп қояйын. Көрдіңіздер ме қалай алды? Бір яма ана заводской юрында ғой. Мұның енді бір алма сияқты ғой тағы бір. Қараңыздар үшін. Қай жері қашып кетті міне. Так, жақсы көрінбей жатыр. Міне, көрдіңіздер ғой, міне. Чотки қылып алады. Енді любой нәрсені алады ғой. Бағасы сұрайтын болсаңыздар 150 мың деп. Рахат нәрсе екен біз. Болды мына. Как положено болды мына. Енді бұл сверло контакт алған кезде жыртады. Прямо. Осыны алатын боламыз қазір. 5 минут. Шаршадым, короче. 5 минут демалып, мына екеуін контакт салып келейін. Капот крылоны қоямын. Бер шетін тұрлаймыз, бер шетін қоямын. Бүгін негізі біту керек, бірақ көп сөйлеп жүріп, бітуге қалатын сияқты болып тұр. Адам мына жерден уборка жасау керек. Бүгін алып келгенім, домкрат мынау. 110 мың деп. Ақшасын қояйын сұрайтындарға. Ішінде тартатын бір домкраты бар. Итеретін бар мынау. Мынаның өзі 4 тонна екен. Кішкене бәле болған. Онша-мұнша жерге жақсы. Мынау ауыр екен мынау жерге. 10 тонна екен мына. 10 тонна. Мынау айналып шығады ғой үшін. Не деген ауыр мынау 10 тонна. Мынаулар енді кішкентай жерлерге. Мынау да екеуі. Бұл жеңілдеу екен. Тоннасы 2 тонна. Мынаныкі бұл 4 тонна екен болды. 4 тонна. Мынау тартатын мынаныкі. Короче. Бұл нәрсе не деп сұрасаңыздар мына. Короче. Мынау нәрсе ғой мына. Тартат, конкретно тартат 5 тонна екен. Мынау бар, енді бұл лан жұрындарын, короче, мамалат жереді тартқанда. 10 тонна. Бұрын алғам. Енді бұл мықты енді. Мынау айтамайым. Мынаны енді естетіп көрген жоқпын. Мынаның біреуі бракқа шығып кетті, біреуін мына естетіп көрген. Бұл да 10 тонна, 20 тонналықты көрдім, дәу екен оны, короче. Ұстауға қиын да, мынандай келеді өзі. Мынау рахат. Короче, енді не істеймін мен қазір. Қазір емес, осы істеуім керек. Біздің машинаның завещение болды, короче, бітті. Мынадан бәрі тачит тастады, короче, сварка деген. Капотын қарасаңыздаршы. Майысып тұрған. Злом болып тұр ғой. Мына жерден. Мына былайынан түсіп кеткен. Негізі мына теп-тегіс болады мына. Осы бүйтіп келгенде тура осы жерден былайынан түсіп кеткен. Тұрлау керек, короче. Зазорлары нормальный болып тұр. Мына жері үлкендеу. Крыланың өзінен деп ойлаймыз. Мына жер кіріп кеткенде оны шығарып қойдық. Краска дайындап. Краскамен бүйіргіде грунтовать етеді. Мына жерде шпаклевка болады. Мына жер шпаклевка болады. Көп емес, бірақ крышасы бәрі түп-түзу болды. Жалғанған жерлері. Малячикті қайттан тағы істелетін нәрсені істейді. Артып кеткен еді. Мына жер былайынан. Оны да тұрлап қойдым. Почти что. Так, екеуінің зазорда бірдей болып тұр. Бер шеті де, ар шеті де. Короче, мынау 4 саусақ лайнан сияды. Например. Түсірейін деп тұрмын да бұны. Мынау да сондай біреу шақырып жатыр ма? Зазорлар, короче, ат болған. Айғыр болды ғой. Боковойдан қарайтын болса, бір-екі волналары бар, мынаның заводской. Так, болды, түсіреміз.
светтен өшірдім, короче, машинаның алдына телевизоры, оказывается, бұл европейс ана нелер бөліне деген. Жоқ, ауыстырып келем дейді, ауыстырып келетін болса, оны малярчиктердің бөлмесінде істеп, екі фарасымен бірге қойып қоятын боламын. А так, зазорлары бәрі четко болып тұр, қалғанда машина келеді деп ойлаймыз. Бәрін өлшеп лазермен шығарғанбыз. Енді тек қана түсіру керек. Одан кейін кіретін машинамыз. Не машина? Мынау машина. Мынау машина. Оны артын тұрлап келетін боламыз. Бұл бүгінгі осы жұмыстарымызға 5 баға беріп кетесіздер. Мынау екеу. Мына негізі қай біреуін ажырата алмай жатырмын. Европейскікі ма, американскікі ма, короче, асты жағында тұрады екен фарныкі. Анакі үсті жағына бар еттім, бірақ асты жағына алып тастаған жоқпын. Тұр орында. Келе береді, чуть-чуть разницасы болады. Бұл аныкі оригиналмен ананы. Сенсеңіздер, мына жерін бір істеп көрейін деп істедім. Мен шпаклевка істеймін дедім. Бірақ енді бәрібір шпаклевка сүртілетін шығар. Уақытын көп алады. Істегім келген жоқ. Мыналар бәрі қалып тұр ғой, мынау терең жерлер. Атак былай нәрсе істеуге болады. Любой нәрсені қолдан істеуге болады. Адам істегенін адам істейді. Бірақ ондай нәрсеге мен түк вообще уақытым да жоқ. Атак жаман емес. Әжептәуір бүйтіп ямайды ғой, бірдеңе қатты тиген еді. Әжептәуір шарпып тастадық. Нөмірімізді келетін болсақ, нөмірімізді түсіріп кететін боламыз. Яма ашық, түсіп кетпейік. Мына біздің нөміріміз. YouTube каналға постоянно қойып өтетін боламыз. Өйткені YouTube канал менің ең сүйікті каналдарымның біреуі. Жазылып кетіңіздер. Жігіттер, аман сау болыңыздар. Обязательно подписка, лайк, комментарияны ұрып жазып кетіңіздер.